Сәлем достар, бүгінгі түс шыру шығарылымында түсіңізде нәресте көру қандай мағына білдіреді? Дүниеге сәбидің келуі кез келген ата-ана үшін үлкен қуаныш. Әйелдер қауымының көбі нәрестені тек жақсылық нышаны ретінде көреді. Алайда түсіңізде нәресте көрсеңіз, бұл не білдіреді? Ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсті дұрыс жору үшін оны бүге-шүгесіне дейін есте сақтауға тырысу керек. Егер тұрмысқа шықпаған бойжеткен түсінде нәресте көрсе, бұл оның жуырда отбасын құрып бала сүйетінін білдіреді. Негізінен түсіңізде бала көру өмірдегі өзгерістер жайлы хабар етеді. Егер ұл бала болса, бұл мансабыңыз жоғарылап, шығармашылық және қаржылық жетістікке жетесіз. Қолыңызда нәресте ұстап тұрған болсаңыз, көкейіңізде жүрген жоспарлар іске асады. Танымайтын адамдар сізге қол ұшын созады деген сөз. Ал қыз бала түсіңізге кірсе, бұл шабытыңыз артып, жаңа адамдармен танысып, саяхатқа баратыныңызды білдіреді. Түсіңізде бала емізсеңіз, іскерлік өмірде табыс күтіп, армандардың орындалуы тұрмысқа сәтті шығуыңызды көрсетеді. Ал түсіңізде өлі нәрестені көрсеңіз, бұл жоспарыңызға іске аспай, ақша жоғалтып, қиындықтарды білдіреді. Шақалақты киіндірген болсаңыз, денсаулығыңыз нығайып, отбасыңызда шаттық орнайды. Ал ұйықтап жатқан сәби алдағы уақытта өміріңізде бәрі тұрақты болатынын білдіреді. Жылаған сәбиді көру денсаулықтың нашарлауы мен қапалануға, ал қуанышты таза бала баянды махаббат пен адал достарға. Жалғыз қыдырып жүрген бала еркіндік белгісі, лайықсыз пікірлерге көңіл аудармауды білдіреді. Әйел түсінде бала баққанын көрсе, ең қатты сенетін адамының алдауына қалады. Ыстығы көтерілген балаңызды түсіңізде қолға алуда жаман белгі, жан азабы мен өкпені білдіреді. Әдемі, сүйкімді балаларды көру, ерекше құлпыру, бақыт және дәулетке ие болу. Анасы үшін түсінде баласының сәл сырқаттанғанын көру, баланың денсаулығы мықты болатынын білдіреді. Бірақ оны балаға қатысты басқа кішігірім қиындықтар мазалайтын болады. Түсте бала немесе сәби көру әрқайсысы жеке уақыт пен күшті қажет ететін ұсақ, көптеген қиындықтардың алдыңыздан шығатынын көрсетеді. Өзіңізді түсіңізде сәби бейнесінде көрсеңіз, шынайы өмірде одан алшақ кетпедіңіз. Сіздің шала қылықтарыңыз өте орынсыз және айналадағы адамдарды ренжітеді. Мүгедек бала түске кірсе, сіздің жаман қылықтарыңыздың сізге ғана емес, өзгелерге де кері әсер етеді. Түсіңізде өз балаңызды көрсеңіз, отбасы мүшелеріне мұқият болыңыз. Сіздің әрекеттеріңіз оларды өкпелетуі мүмкін. Бала, сәби іздеу нашар ишара. Ұзақ келеңсіздіктер кесірінен тірелген тығырықтан шыға алмайсыз. Балалармен ойнау шынайы өмірде жаныңызға жақын жұмыс қарастырып жатқаныңызды білдіреді. Бірақ бар ізденісіңізге қарамастан әлі біраз уақыт бар, күшіңізден айырып, ұнамсыз болған жұмыста отыруыңызға тура келеді. Достар, осыменен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.